Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға интерьерлерді көгалдандыру пәнінен 13-ші дәріс тақырыбы шөлді ландшафт және жартасты ландшафтты композицияларын құру ұсынылады. Дәрістің мақсаты өсімдіктердің ассортиментін таңдауды және шөлді ландшафт және жартасты ландшафттық фитокомпозицияларын құруды үйрену. Бөлмені сәндік безендіру үшін сіз ландшафттық композицияларды пайдалана аласыз. Мұндай композициялар табиғи ассоциативті немесе еліктеуіш деп аталады. Олар табиғаттың миниатюрлық бұрыштарын, ормандар, жартас пейзаждар, жартылай шөлдер, батпақтар немесе басқа өсімдіктер қауымдастығы ұсынады. Мұндай композицияларды жасау кезінде бастысы табиғи суретке жалпы ұқсастық. Ботаникалық ландшафттық композициялар жиі кездеседі. Олар бір аймақтан шыққан өсімдіктердің әдемі безендірілген коллекциясы. Басқа жағдайда бұл орхидея сияқты белгілі бір түрлердің жиынтығы болуы мүмкін. Ландшафттың екі түрін қарастырайық. Шөл ландшафт немесе дезертарий. Осы физиономиялық типтегі өсімдік топтары көлденең жазықтықта орналасады. Осылайша әр өсімдік көрінеді. Табиғи жағдайда шөл өсімдіктері толып кетуге жол бермейді және түрлі құрамы жағынан да тіршілік формалары бойынша да әртүрлі ұсынылған. Бұл композицияда құрылымдық өсімдіктер, қосалқы өсімдіктер және топырақ жамылғылары ерекшеленеді. Шағын композициядағы бірінші топтағы өсімдіктер әдетте 1-3-ге дейін түрлер болады. Құрылымдық ретінде тұтас тығыз сансевиерлар, сүттігендер, алоэ, стапелиялар, ағаш дәрді, красула, ірі кактустар қолданылады. Олар бүкіл композицияның реңі мен стилін белгілейді. Шыны бойынша ыдыспен үйлесіп мәнерлі көрініске ие болу керек. Орта деңгейге арналған өсімдіктер құрылымдық өсімдіктердің үйлесуі керек. Контраст, ұқсастық немесе нюанс принципі бойынша олардың сыртқы түрлерінің ерекшеліктерін атап өту керек. Ол үшін гастериялар, хавордиялар, кішкентай мамилариялар, холстянкалар, алоэның тапал түрлері қолданылады. Седундар, сусымалы красулалар немесе литопстардың перделері кейбір жерлерде топырақ жамылғысын жасауға көмектеседі. Бұл ландшафтқа табиғи көрініс береді. Миниатюрлық шөлді ландшафт тұрғызу материалымен шамадан тыс жүктелмесе шынайы болады. Осы мақсатта көмекші сәндік материалдың тас, ұлу тас, мәрмәр өндірі, құм, қиыршық тас сипатын ойластыру керек. Таңдалған материал түсі бойынша жақсы үйлесуі керек. 2-3-тен көп түрін қолдану ұсынылмайды. Құм немесе қиыршық тастың құрамында үлкен тастармен бірге бірдей түсті дақтар болған немесе оның ұсақ фракциясы болған жөн. Тастар дөңгелек оралған пішінге ие болмауы керек. Бұл композицияның түрлі құрамының нұсқалары өте көп. Өсімдіктердің шығу тегін ескере отырып композиция жасауға болады және осылайша миниатюрлық табиғи ландшафттарға еліктеуге болады. Мысалы, американдық шөлдің микроландшафты, ағаш тәрізділері. Штраус, клисто кактусы, миртова кактус, налина, апунция, перулық, цереус, юка, розеткалылар, агава, хехтия, ампетілер және шырмауықтылар, апаракактус, серпентинді, клистокактус, сарсалма, күлгін, ситкриазия, төмен өсетіндер, айлостері, кішкентай кактустар, мамилариялар, ребуциялар, эхиноспистер, очиток, эхеверия. Африкалық шөлдің микроландшафты, ағаш тәрізділер, сүттігендер, розеткалылар, алоэның розеткалық түрлері, гастерия, хавордия, ампелилер және шырмауықтылар, кап аттонысы, вудтың церопегиясы, тамырлатын крестоник, басқалары, агапантус, бергерантус, гемантус, бехар, каланхоясы, ромбофилум, толстянка, фаукария. Жартасты ландшафт. Жартас ландшафтында тән қасиет табиғи түрде төселген және жартас проекцияларына каскадтарға еліктейтін тозған тастар.
Бұл фитокомпозицияның ерекше түрі, өйткені ол өңделмеген тастың қатал декоративтілігін және осы фонда өсімдіктің түрлерінің ерекшелігін көрсетеді. Өсімдіктер тастардың жанында, көлденең бетінде, ал тік жазықтықта тастар, суккуленттердің жекелеген түрлері және тассыңғыштар орналасады. Контейнерлік фитокомпозицияның аз көлемі тау рельефін үлкен көркемдік сенімділікпен жеткізу қиын. Ең типтік топта екі композициялық орталық жартас және ағаш тәрізді тас-янкінің үлкен үлгісі. Көлденең жазықтықтағы жартастың алдында американдық агава, алдыңғы қатарда көлеңкелеуіштер, плаун тәрізді тас-янка және морган сарсалмасы. Тастардың арасында гастери мен хаборды түрлері бар. Тік жазықтықтағы жартаста қысқа жапырақты жабайы, тығыз жапырақты сарсалма, өрілген камделом себілген. Назарларыңызға рахмет.